Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі сабақта Kaspi Pay приложениесі арқылы тапсырылған отчеттан кейін 3% доходтан налогты төлеуді көрсететін боламыз. Өткен сабақта отчет қалай тапсыру керектігін көрсеткен болатынбыз. Енді оны бақылау үшін сообщениеге өтесіздер. Міне жоғарыда налоги деген маған келіп тұр. Байқасаңыздар, налоги отчет за первое полугодие успешно сдан дейді, яғни дұрыс тапсырылған. Налоговый отчеттың ішіне кірсеңіздер, ссылкамен, мінекей загрузка 910 форма міне дұрыс тапсырылды, налоговойдан өтті. Енді осыған налог тапсыру керекпіз. Ол үшін главныйға басасыздар, астына түсесіздерде міне налоги батырмасына басасыз. Оплата 3% с доходов, соған басасыздар. Кейіннен оплатить налоги батырмасын басамыз, міне көкпен тұр. Да, перенести кнопкасын басамыз. Жоғары жағы мына автомат түрде упрощенный, первый полугодие толып тұр. Енді мына өзіңіздің тіркелген жеріңізді белгілейсіз, мекен-жай бойынша. Белгіледім, қай налогыға тапсыратыным туралы. Жалпы сумма белгіленіп тұр. Доходы в другой банк деп тұр, мұнда 0. Доход наличными 0. Социальное отчисление автомат түрде шығып тұр. Работниктарға біз төлеген жоқпыз. Социальное отчисление. Міне осылай бәрін жоғар жақтан бір тексеріп шығасыздар. Бәрін қарап, дұрыс толтырдым ба, жоқ па. И кейіннен оплатить батырмасын басамыз. Арғарай төлеп кетесіз. Осымен сабақ аяқталды. YouTube каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Алдағы уақытта жақсы тамаша видеолармен, сіздерге пайдалы видеолармен бөлісіп отырамыз. Сау саламатта болыңыздар.